Ассалаумағалейкум, біздің құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы күн. Кеше бір бауырым жазған екен, жазда тауықтар неге тумайды деп. Бүгінгі видео тауықты қалай жазда туғызуға болады, енді тауық неге жұмыртқа тумайды деген сияқты, типа сондай сұраққа жауап береміз. Бүгінгі видео тауық туралы болмақ, неге жұмыртқа тумайды. Ол үшін ең алдымен каналға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер, міндетті түрде. Сосын YouTube сабақтарын өткізіп алмау үшін біздің екінші арнаға да жазылып қойыңыздар. Негізі тауық дейтін жазда неге тумайды? Бірінші себеп семіріп кеткен жағдайда тумайды. Екінші себеп күн қатты ыссы болса тауықтар тумайды. Үшінші себеп аш болса да тумайды тауық деген. Төртінші себеп кейбір тауықтар атишке қарамайды туады, кейбіреулер атишке қарап туады ғой. Әтесі секірмейтін болса, ол тауық жұмыртқа тумайды. Бесінші себеп жемі дұрыс емес болса да тауық жұмыртқа тумайды. Негізінде оның себептері көп. Көбінесе жаздың уақытында, мысалы осындай кездерде қазір тауық дейтін жұмыртқа көбінікі тумай қалады. Оның себептері манады семіріп кеткен жағдайда, қыс бойы адамдар 2 мезгіл, 3 мезгіл жем береді ғой енді. Тауық тоңбау үшін, өліп қалмау үшін. Жаз уақытында 2 мезгіл жем береді адамдар. Сол себепті тауықтар жұмыртқаны көп тумайды. Манағыдай 2 мезгіл жемді негізінде жаз уақытына бермейді. Таңертең ғана 1 мезгіл ғана жем береді. Манағыдай тауыққа, сосын тауық дейтін жұмыртқа тумай жатқан кезде андай туғызатын витаминдер бар. Сіздерге фотосын көрсететін болам. Сондай витамин қосып беріңіздер. Бір аптадан тауықтарыңыз жұмыртқа туып бастағаннан кейін тоқтатасыздар. Мен даусыма мән бермеңіздер, мен тамағым ауырып жүр. Сол себепті кішкене жөтеліп жатырмын. Тауыққа жемді қалай береміз? Таңертең 1 мезгіл жем береміз, сосын 3 мезгіл жылы су береміз. Қыс уақытында, қазіргі уақытта қарайсыздар, қазір бізде күн салқын, мен жылы су берем. Сіздерде күн жылы болса, күн ыссы болса, салқын су бересіздер, үзбей. Салқын су берсеңіздер, кішкене тауықтың жұмыртқа тууы жақсарады. Содан кейін манағыдай 1 мезгіл жем бергеннен кейін өз тауықтарыңыз жақсы жұмыртқа беріп бастайды, қалыпқа түсіп кеткен. Ал тауықтарыңыз семіріп кеткен жағдайда 3 күн 3 уақыт су бересіздер. Тек қана жем бермейсіз, тек қана су бересіздер, сосын қорадан шығармайсыздар ешқайда. Тауықтар 3 күн аш тұрса, 3 күннен кейін жайлап жұмыртқа туатын, арт жаны жұмыртқа туатын өзінің клеткілері болады, сол клеткілер уже ашылады жайлап. Содан кейін сізге тауық деген жұмыртқа береді. Мінекей, бізде қазір мынандай жем беріп жатыр. Мінекей, көріп отырсыздар. Бұл деген кондитор. Мінекей. Осындай жем. Содан кейін осындай баклажкаға жем салып қойдық біздер. Мұнда витаминдер бар араластырылған. Менің видеомды үзбей көретін көрермендер біледі. Мінекей, оны көрсетейін сіздерге. Жоғарғы әдейі салып қойдым ішінде. Мінекей. Осы екеуін қосып берем, нормально, туықты тауықтар. Мінекей. Несушка дейтін, и біреуі соғыстың. Жоқ, міне. Екіншісі осындай жемді. Осы екі жемді аласыздар да араластырып, фотоға түсіріп алыңыздар, бүйтіп қоя тұрайық сіздерге. Мінекей, скриншот жасап алыңыздар, телефонның бетін паузаға қойып, мінекей, осы екі жемді бересіздер. Тауықтарыңыз сол кезде жұмыртқаны туып бастайды. Манағыдай көбі бір неге нормаға түсіріп алғаннан кейін тауықтар туып бастайды. Содан кейін мынандай ұнтақ беріңіздер. Мынау дейтін ақ тас, ракушка тастың ұнтағы міне. Осындай беріңіздер, сонда тауықтарыңыздың жұмыртқасы жақсы болады. Аллаға шүкір, біздің тауықтар туып тұр. Күніне 2 жұмыртқа, 4 жұмыртқа береді. Тауықтар жұмыртқасын көрдіңіздер, Адлердің жұмыртқасы қандай. Мінекей. Мынаны алмайым, қойып қоям, кешке дейін тұрады. Содан кейін тауықтарыңыз жұмыртқа туып бастағаннан кейін 1 күн, 1 мезгіл далаға шығарып тұруларыңыз керек тауықты, таза ауаға. Таза ауа дейін қораңда жүреді ғой, былай енді көк шөпке жайылып жүрсе тауықтарыңыз вообще жұмыртқаны жақсы туады. Жаз уақытында жемді көп бермеңіздер, тауықтар өздері даладан азықтарын тауып жейді. Әзірге осы тауықтарыңызға бір себептерін тигізіп жатса, арнаға тағы да жазылып, видеоларын толықтай қарайсыздар деген үміттемін. Әзірге көріспейміз.
алдағы уақытта тағы да видеолар салып отырамын. Пока демалыстамын, сол үшін келесі видеоға дейін сау болыңыздар.